Баршаңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін біз дәмі өте керемет болып шығатын мини пицца жасайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төмендегі описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен пиццамыздың қамырын жасаймыз. Ол үшін жылы суға ашытқы және шекер салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң тұз және ұн салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң қалған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз жабыспау үшін сұйық май қосамыз. Ыдысымызды сұйық маймен майлап, ішіне иленген қамырымызды саламыз. Бетін нығыздап жауып, қамырымызды жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Менде қамыр 1 сағаттың ішінде көтерілді. Қамырымызды осылайша бөліктерге бөліп аламыз. Менде 6 бөлік шықты. Әрқайсысын жеке илеп, домалақтап аламыз. Қамырымызды кішкене демалдырып аламыз. Әр бөлікті осылайша видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Байқағандарыңыздай, қамырымыздың ортасын жұқа, шетін қалың етіп жаямыз. Қамырымызды ыдысқа жайғастырып аламыз. Содан соң кетчуп пен майонезді жақсылап араластырып, қамырымыздың бетіне жағамыз. Бетіне жұқа етіп туралған қызанақтарымызды саламыз. Оның үстіне ұзынша етіп туралған шұжықтарымызды саламыз. Бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті салып шығамыз.
Духовкаға 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Піскен пиццамыздың бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті салып, тағы да 1 минутқа пісіріп аламыз. Осылайша біздің өте дәмді болып пісетін кішкентай пиццамыз дайын. Осы рецептпен жасап, өзіңіздің жақыныңызды қуантыңыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қамыры өте жұмсақ әрі тәтті болып шығатын мини пицца дайын. Сіздермен болған Алтынай, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын.